армандаңыз, орындалады. Адам жақсы нәрсені армандау үшін жақсы көңіл күйде жүру керек. Яғни ми негатив ойлардан бос тұрса, қиялдай беріңіз. Жан дүниенің жадырап, маужырап отыратын сәті психологияда альфа деп атайды. Яғни бүкіл жан дүниеңіз рахат сезімге бөленгенде, көзіңізді жұмып, бақытты болашағыңызды елестетіңіз. Адам ұйықтап бара жатқанда немесе көзін енді ашып оянған сәтте альфада болады. Сондай-ақ намаз оқыған адамдар маңдайды сәждеге тигенде альфаға кіреді. Әйел бала емізген кезде автоматты түрде альфа іске қосылады. Осындай сәттерді өткізіп алмай, арзу армандарыңыз бен биік мақсаттарыңыздың орындалуын тілеңіздер. Марқұм Бекзат Саттархановтың анасы Серік Қонақбаев олимпиададан күміс медаль алып жатқанда ұлымды емізіп отырғанмын. Бұйырса Серік алмаған алтынды осы Бекзат балам алады деп іштей армандаған едім және сол арманды бір сәтке есімнен шығарған емеспін деген болатын. 20 жылдан соң Бекзат мойнына жарқыратып олимпиада алтынын таққанын бәріңіз білесіздер. Орындалмайтын арман жоқ. Алла сіздерді сүйеді. Жұма мүбәрәк болсын. Атақты француз фармацевті Эмиль Куэ дәріханада сатушы болып істеген жылдары өзінің әрбір клиентін жеке танитын болған және дәрілердің әсерін науқастың сөзіне, түріне, көңіл-күйіне қарап бақылайды екен. Ешқашан жазылмайды деген адамдардың ішінде де күн санап аяға бастағандары көріп, соның сырын зерттеуге кірісіпті. Бірде дәрі ішкен науқастардың әртүрлі деңгейде жазылу себебін анықтай келе, бәрі көңіл-күйге байланысты екеніне көз жеткізіп, жаңа дәрі ойлап тапқан болатын. Бұл дәрінің жазбайтын ауруы жоқ. Тек нұсқаулық бойынша ішесіз. Дәріні ішудің жалғыз шарты сол ішетін кезде мен күн сайын өзімді керемет сезінудемін. Мен өте бақыттымын. Мені ешқандай ауру жеңе алмайды деп айтсаңыз болды депті. Күн өткен сайын ғажайып дәрінің даңқы аспандап, науқастар сағаттап кезекке тұрып ала бастайды. Ауыр науқастан жазылдық деп қуанып жатқандардың саны күн сайын көбейіп, белгісіз дәрі ғалымдарының қызығушылығын оята бастады. Бұл неткен ғажап, соншалықты деп таң қалған ғалымдар дәріні зертханаға жіберіп, құрауын білмек болады. Сөйтсе жұртты шулатқан дәрі кәдімгі глюкоза болып шығыпты. Сонда Эмиль Куэ, мәселе дәріде емес, күн сайын аузынан шыққан сөзде. Жақсы сөзді күн сайын айта берсе, ауруға шалдыққан ағзаларымыз жазылатынына автоматты түрде сене бастайды да иммунитет көтеріліп, ауру өздігінен қанша бастайды деп түсіндірген екен жаңалығын. Кейіннен Эмиль Куэ ауыр науқастармен жұмыс істейтін атақты психолог, фармацевт, дәрігер ретінде тарихта қалған. Жақсы сөйлей білейік, сонда бәрі жақсы болады. Сіздерді қоғамдағы қатыгездік қорқытпай ма? Мысалы, әлеуметтік желілердің ішіндегі кең тарағаны Инстаграмды алайықшы. Жап-жас келіншектер, өрімдей қыздар, бармақтай балалар зіркілдеп пікір жазып отырады. Анасының үлкен әншілерге сені жек көремін, даусың құрсын, түрін жаман деп у шашып отыру қорқытады мені. Адамды қайтсем жылытамын, қайтсем кемсітемін, қайтсем ренжітемін деп аш қасқырдай жалаңдаған жастар да бар арамызда. Жаным түршігеді. Жамандықты жазу арқылы сіз өз жолыңызды жапасыз. Сіздің бір ауыз сөзіңізге менің түгім кетпеуі мүмкін, бірақ ол сізге міндетті түрде оралады. 100%. Мейірімді болып үйреніңіз. Тіпті қатты жек көріп тұрсаңыз да жылы коммент жазып үйреніңізші, жолыңыз ашылады. Оқыған адам қуанса, сізге де сондай қуаныш келеді. Бұл өмірдің заңы. Қатты жаныңыз ашып бара жатса, жекеге жазып көріңіз. Бірақ сіз айтты екен деп ештеңе өзгермейтінін ұмытпаңыз. Бекерге жүйкеңіз жұқарып, кеудеңізге жаман энергетика жинайсыз. Жаман энергия дертке ұшыратады. Күйеуіңізге, енеңізге, досыңызға деген реніштің қарымын басқадан алмаңыз. Кешіріп үйреніңіз. Сонда жолыңыз ашыла береді. Жолыңыз ашылса,
бағыңыз ашылады. Ашық жарқын болыңыз. Өзіңізді тәрбиелеуді осы инстадан бастаңызшы. Кез келген фотоның жаман жеріне мән бермей көрсеңіз де көрмегендей өтіп кетуге ұмтылып көріңіз. Тіпті ұнамаса оқымаңыз, қарамаңыз. Айдаладағы адамға жүйкеңізді жұқартпаңыз. Өзіңізді қинап болса да қуанып, сүйсініп үйреніші. Бұл өмір ғажап емес пе? Дұрыстап, асықпай, жан-жағыңызға қараңызшы. 2-3 минут көзіңізді жұмып, денеңізді, миыңызды босатып, терең тыныс алып, ойланып көріңіз. Жүрегіңізді жұмсартыңыз. Ең жаман деген адамның ең жақсы жерін іздеп тауып көріңізші. Міндетті түрде табасыз. Міндетті түрде жақсы көріп кетесіз. Қабаған итке тас лақтырсаң, одан бетер шабаланып кететіні бар. Өзінің қауқарын білетін ол хайуан. Айбат шексе, әлсіздері қорыққаннан қашады. Иә, қорыққаннан қашады, ақылды болғаннан емес. Ал азулы ит үреу үшін, қабу үшін, сес көрсету үшін жаралған. Қорқытып қояйын деп ойламайды ғой. Хайуан бәрібір хайуандығын жасайды. Ал Алла тағала адамға ақыл берді, сана берді, ми берді. Біреуге ренжіп, ашуланған сәтте ақылыңызға жүгініңіз. Ашуыңызға 10-15 минут үзіліс жариялаңыз. Ашу ешқайда қашпайды, үлгересіз. Сол 10-15 минутта орын алып жатқан жағдайға басқа қырынан қараңыз. Сіз ақыл мен парасаттың иесі адамсыз ғой. Ақылыңызды басшылыққа алсаңыз, ол сізді адастырмайды. Кейбір адамдар сабырлы болғымақ келеді, бірақ қолымнан келмейді деп қынжылады. Оның түк қиындығы да құпиясы да жоқ. Сабыр негізі бәріміздің бойымызда бар, тек соны ояту керек. Өзіңізді қолға алып үйреніші, яғни кез келген жерде сабыр сақтап көрініші. Түкке тұрмайтын ұрыс-керіске бола жүйкеңізді тоздырмағаныңыз үшін өз-өзіңізге риза боласыз. Осылай сабыр біртіндеп бойыңызды дендеп алады. Психологтардың айтуынша, адамның әр сағат сайын өзі мәжбүрлеп болса да бір күлімдеп алғаны пайдалы екен. Дәл сол сәтте миға бәрі жақсы деген дабыл барады да мидың жұмысы жақсара түседі. Былайша айтқанда, сол кезге дейін түйіні шешілмей тұрған проблемаңызды реттеу оңайға түседі. Мәселен, сіздің көңіл күйіңіз болмаса, еш нәрсеге зауқыңыз соқпайды ғой. Ал қалай көңіл күйіңізді дұрысталады? Тау қопаруға да дайын тұрасыз. Дәл солай күлімдеп жүрген адамның миы сергек жұмыс істейді. Шынында бір езу тартып жіберіп, бәрін дегеніңізге көндіріп алуыңызға әбден болады. Мәселен, жұмысқа кешігіп бардыңыз, немесе жолдасыңызбен ренжісіп қалдыңыз делік. Риясыз күлімдеп тұрсаңыз, бастығыңыз да, күйеуіңіз де еріксіз жеңіледі. Сізге ренжіп немесе ұрсып тұрған адамға күліп қараңызшы, ол да жібіп сала береді. Жалпы күлкі терапиясы деген бар. Ол адамның денсаулығына өте пайдалы. Қартаюдың алдын алады. Адамның бойына шабыт беріп, энергетикасынан көтереді. Күлімдеп жүруді үйреніңіз. Мәселен, адам бір нәрсені жасай берсе, түбі шеберге айналады ғой. Айталық, күн сайын торт пісіріп жүрген әйел кейін сол тортты көзі жұмып тұрып пісіретін шеф-поварға айналады. Барлық шебер тәжірибесімен шыңдалады ғой. Сол сияқты өтірік болса да жымиып отыруды әдет қылсаңыз, соңында шынайы күле алатын мейірімді жанға айналасыз. Бойыңыздағы өзіңізге түкке керегі жоқ жаман қасиеттерден үнемі күліп жүріп арылуға болады. Күліп жүрсеңіз, сіздің жүзіңізден жан-жағыңызға жылы ауа райы тартайды. Адамдар сізбен сөйлескісі келіп, жақсы көріп тұрады. Кішкентай баланы күлдіртуге неге құмармыз? Себебі күлкі тәтті сезім. Былай қарасаңыз, күлгенде тұрған түк жоқ сияқты, бірақ соның көмегімен кез келген проблеманы шешіп алуға болады.